Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Филипп Котлер, Гарри Армстронг, маркетинг негіздері. Алғы сөз. Филипп Котлер мен Гарри Армстронгтың маркетинг негіздері оқулығының 17 басылымы маркетинг саласындағы білім берудің әлемдік стандарттарын орнатуды мақсат етеді. Қазір маркетинг ғылымының дамуында ерекше кезең. Цифрлық технологиялардағы серпіліс маркетингпен тығыз байланысқан мүлде жаңа әлем қалыптастыруда. Бүгінгі маркетологтар дәстүрлі маркетинг принциптері мен практикасынан бөлек тұтынушы тарту, бренд қалыптастыру, тұтынушыға арнап құндылық қалыптастыру және тұтынушылармен қарым-қатынас орнату үшін көптеген жаңа құралдарды меңгеруге мәжбүр. Қазіргі цифрлық кезеңде заттар интернеті, бәйг дәрі және жаңа маркетинг аналитикасы маркетологтар мен олар қызмет көрсететін тұтынушыларға да қатты әсер етуде. Дүние жүзі бойынша 40-тан астам елдегі 24 тілде оқитын студенттер, профессорлар мен бизнесмендер үшін бұл оқулық маркетинг теориясы мен практикасындағы соңғы жетістіктерді оқып үйренуге арналған теңдесі жоқ кітап. Ол маркетинг мамандығы бойынша білім алатын студенттерге қазіргі маркетинг әлеміне кең жол ашады. Маркетинг туралы ең үздік оқу құралы ету үшін бұл басылымға жаңа мазмұн қосылып, әр бет, кесте, сурет, факт және мысалдары жаңартылды. Маркетинг ұсынатын онлайн тапсырмалармен толықтырылған маркетинг негіздері оқулығының 17 басылымы маркетинг саласында білім беруде әлемдік стандарт болып қала береді деп сенеміз. Маркетинг. Тұтынушыға арнап құндылық қалыптастыру және тұтынушы тарту. Тарауға шолу. Бірінші тарауда маркетингтің негізгі концептілерімен танысасыз. Алдымен маркетинг дегеніміз не деген сұрақтан бастайық. Қарапайым тілмен айтқанда, маркетинг тұтынушы тарту арқылы тұтынушылармен арадағы пайдалы қарым-қатынасты басқарады. Маркетингтің мақсаты тұтынушыдан пайда табу үшін тұтынушыға арналған құндылық қалыптастыру. Осыдан кейін маркетинг процесінің тұтынушы қажеттілігін түсіну, тұтынушылар үшін құндылық қалыптастыруға бағытталған маркетинг стратегиясы мен интеграцияланған маркетинг бағдарламаларын әзірлеу, тұтынушылармен қарым-қатынас орнату және олардың фирма үшін құндылығын анықтау сынды 5 қадамын талқылаймыз. Соңында цифрлық, мобайл технологиялар мен әлеуметтік медиа заманында маркетингке әсер ететін негізгі трендтер мен күштерді талқылап, осы негізгі ұғымдарды түсінумен қатар, шын мәнінде қандай екенін білдіретін жеке пікір қалыптастыруға ұмтыламыз. Әлемдегі ең ірі халықаралық әуе жолы әрі ең танымал бренд Emirates әуе компаниясында қолданылатын маркетинг туралы жақсы әңгімеден бастайық. Emirates табыстылығы оның адамдарды жай ғана А нүктесінен Б нүктесіне жеткізуінде жатқан жоқ. Ол терең бренд клиент өзара әрекеттестігімен тұтынушылар арасында тығыз бренд қауымдастығын құру арқасында тұтынушылар үшін құндылық қалыптастыруға бағдарланған маркетинг стратегиясына негізделеді. Emirates тұтынушы құндылығына бағдарланған маркетингі, клиент тарту және бренд қауымдастығын құру тап-пәтері Дубайда, орналасқан Emirates әуе компаниясы 1985 жылы құрылған. Emirates Group 160-тан астам ұлт өкілінен құралған 95 мың адамнан тұратын мықты командасымен 6 құрлықта және 150 қалада жұмыс істейді. 2016 жылғы 31 наурызда тәмамдалған қаржы жылын 28 жыл қатарынан жалғасқан табысты жыл ретінде аяқтады. Компания 8 сағаттан аспайтын ұшу қызметімен әлем халқының 4-тен 3 бөлігін қамту үшін стратегиялық орналасқан шағын қала мемлекеттің орнын тиімді пайдаланып, хабқа негізделген, жылдам өсіп келе жатқан әрі табысты бизнес моделі құрып, оны әлемдегі ең ірі халықаралық әуе жолына айналдырды. Emirates жоғары сапалы әуе жолымен тасымалдау қызметтерінің инновациялық, заманауи және тұтынушыға бағдарланған провайдеріне айналды. Көп жылдар бойы Emirates әр ұшатын бағытындағы нарықтың демографиялық ерекшеліктеріне қарай реттелген өнімдер, қызметтер, ақпарат пен практика жиынтығын ұсынып, тұтынушыға бағытталған құнды ұсыныстарды сәтті әрі үздіксіз жасап келді. Бұл тәсілдің арқасында компания ұшақ ішінде ақпарат алмасу, коммуникация және көңіл көтеру жүйесі, мен интернеттен іздеу, хат алмасу және ұшақта отырғанда жердегі желіге қоңырау шалуды қамтамасыз ететін құрылғы сияқты алуан түрлі өнімдерді, сонымен қатар тұтынушыларға арналған эксклюзив, ыңғайлы орындар ұсынады. Осындай ұсыныстар жоғары стандарттарға сай Emirates миссиясын қолдай отыра, клиенттерге құнды сервис ұсынуға мүмкіндік жасайды.
Авиакомпанияның қызметін жиі пайдаланатын клиенттерге арналған Skywards ықылас бағдарламасы да Emirates тұтынушыларымен тығыз қарым-қатынас орнатуда басты орында тұр. Инновациялық салада қатысушылары өзге мемлекетке ұшқан әр мильдің орнына аймақтан мильдер жинайды. Миль жылдамдатқыш функциясы белгілі бір бағыттарға бонус мильдерін ұсынады, және толық емес рейстер санын арттыруға арналады. Өршіп жатқан әрі мықты бәсекемен бетпе-бет келген Emirates тұтынушыларға қызмет көрсету бастамаларын, оның ішінде Dubai Connect премиум класс жолаушыларын қымбат қонақ үйге тегін орналастыру, тамақтандыру, көлікпен тасымалдау және Дубайға виза жасау шығыны кіретін қызмет түрлерін қолдайды. Компанияның клиенттеріне қызмет көрсетудің айрықша элементі бірінші немесе бизнес класспен ұшатын жолаушыларға ұсынылатын жалдамалы жүргізуші қызметі. Emirates жалдайтын көлік жүргізушілері клиенттерін ұшақ жерге қонған кезде күтіп алып, межелі орнына жеткізеді. Межелі орын клиенттер баратын қонақ үй, кездесу өткізетін орын, сүйікті мейрамханасы, тіпті гольф ойнауды үйрететін курс өткізілетін клуб болуы да мүмкін. Бұл қызмет қазіргі таңда әлемнің 70-тен астам қаласында қолжетімді. Бәсекелестер ұшақ билеттерінің бағасын шығын деңгейіне жақындатуды жалғастырғанда, Emirates тиімді жүктеу факторларының арқасында пайдалылықты сақтай отырып, тарифтерді өзгертпеді. Компания тұтынушы құндылығына бағдарланған маркетинг тәсілдері және тұтынушылар қосымша ақы төлеп алуға дайын қызмет ұсыныстарымен табысқа жетті. Бәсекелестер төмен бағамен ұшақтарға жақсы техникалық күтім көрсетуге көп көңіл бөлсе, Emirates клиенттермен ынтымақтастық қарым-қатынас орнатуды жөн көрді. Әуеде тасымалдаудың функциялық артықшылығынан бөлек, Emirates өз қызметтерін қолайлылыққа деген шынайы ниетпен барынша көңіл бөлу ретінде Emirates тәжірибесі деп сатты. Клиенттер Emirates ұшақтарымен жай ғана ұшып қоймай, әсер де алады. Бір кездері клиентпен қатынас орнату үшін ірі медиа жарнамамен клиентке әсер ететін жұлдыздарға бәсекелестерден гөрі артық шығындалу ғана керек еді. Цифрлық заманда Emirates клиенттермен берік, дағы әрі тартымды жаңа қарым-қатынас түрін орнатуды қолға алған. Emirates әлі де дәстүрлі жарнаманы пайдаланғанымен, маркетинг бюджетінің ауқымды бөлігін клиенттер брендпен қарым-қатынас орнату және қауымдастық құру үшін әрекеттесетін цифрлық және әлеуметтік медиа маркетингіне құюда. Өз клиенттермен қатынас орнату мақсатында Emirates онлайн, мобайл, әлеуметтік медиадағы маркетингті пайдаланады. Сонымен қатар Emirates Facebook, Twitter, Instagram, YouTube және Pinterest әлеуметтік медиа платформаларының көмегімен компания қызметін жиі пайдаланатын клиенттерінің ірі топтарынан бренд тайпаларын құрды. Мысалы, Facebook желісіндегі негізгі Emirates парақшасы 6,5 миллионнан астам лайк жинаған. Twitter желісіндегі Emirates парақшасының 822 мың оқырманы бар, ал Instagram парақшасына 1,9 миллион адам жазылған. Emirates саладағы ең ірі компания екенін көрсетті және компанияның LinkedIn парақшасында 667 мың адам жазылған. Бұл көрсеткіш тағы да әуе жолы бизнесінде бір орында екенінің дәлелі. Emirates компаниясының әлеуметтік медиада болуы клиенттерді көптеп тартып, бренд туралы бір-біріне айтуға және кросс-медиа компаниялары арқылы брендті күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырып, цифрлық медиа мен дәстүрлі жарнама құралдарын клиенттермен байланыстыруға жол ашады. Бұған компанияның өзін жаһандық коммуникация мен маңызды оқиғалар арасындағы байланыстырушы етіп көрсеткен 2012 жылы жүргізген ертеңіме сәлем айтамын кампаниясы жақсы мысал бола алады. Emirates адамдар өзін өмір стилінің таңдау ретінде қабылдағанын және барынша көп адам Emirates ұшақтармен ұшқанын қалады. Таргет аудитория жаңа мәдениетті білуге құмар жаһандануды жақтаушылар. Emirates әлемдегі жаһандануды жақтаушылар мен әртүрлі мәдениеттер арасында виртуал көпір салатын үлкен идеяны қарастырды. Тағамдар, сән, өнер және музыка туралы әңгімелерді ынталандырды. Аудиториямен байланыс жүргізіп және бұрын болмаған талқылауға шабыттандырып, саяхат брендіне арналған қалыпты бұзды. Emirates компаниясының негізін қалаушы, бас директоры, әрі Emirates Group бұрынғы атқарушы вице-президенті Марис Фланаган мырза Emirates адамдарды жай ғана нүктесінен нүктесіне жеткізіп қана қоймай, оларды армандарына, үміттері мен ұмтылыстарына жетелейтінін баса айтты. Сонымен қатар ол компания әлемді қалыптастыратын өзекті әрі мәнді шаралар өткізіп, адамдар мен мәдениеттерді байланыстыратынын атап өтті. Компания баспа, телевизиялық және цифрлық жарнама шығарды. Сонымен қатар Нью-Йорктегі Times Square мен Миланның орталық пойыз бекетінде танымал билбордтарын орналастырды.
Әлемнің 80-нен астам нарығында іске қосылған брендтің жаңа платформасы коммуникация мен өзара әрекеттесу арқылы ғаламдық саяхаттауды танытатын Emirates компаниясының жаңа ұстанымын таныстырды. Сондай-ақ бұл ұстаным компанияның адамдармен байланыс орнатып, саяхаттау арқылы олардың әлеуетін жүзеге асыруына көмектесуіне ниетті екенін көрсетті. Жас аудиторияға бағытталған ертеңіме сәлем айтамын кампаниясы Emirates компаниясының Facebook парақшасында қысқа телеролик үзінділерін көрсетуден басталды. Оған қоса Emirates компаниясы BBC арнасымен бірігіп, музыка, тағам, сән және өнер саласында әріптестік орнатқан 14 жетекші тұлға туралы ынтымақтастық мәдениеті Collaboration Culture атты жаңа серия дайындады. CNN арнасы, Emirates және әлемнің түкпір-түкпіріндегі суретшілер ынтымақтастық орнатып, үйрету, тіпті олармен бірге елдерінде өнер көрсету үшін тоғысқан саяхаттар, Fusion Journeys атты бағдарлама әзірледі. Yahoo порталында Emirates жасампаз мәдениеттер, Inspired Culture арнасын құрды. Ғаламдық ауқымда жаһандануды жақтаушылар басқа адамдармен қарым-қатынас орнатып, олардың туындыларынан шабыт алып, ақыл кеңестерге, видеожазбаларға және өзге де контентке қол жеткізе алды. CNN және Yahoo арналарындағы жаңа ғаламдық мәдениеттің көрермені 85 елден 43 миллион адам болды. Қолда бар дерекке сүйенсек, Emirates көрермендері 38-дан 69-ға өсіп, олардың көп бөлігі 84 компанияны әлемде байланыс орнатып, жарқын болашақ құруға ұмтылатын бренд деп есептеді. Emirates әлемдегі ең құнды авиакомпания брендіне айналды. 2016 жылғы Brand Finance Global 500 есебіне сәйкес оның құны шамамен $7 миллиард бағаланды. Ол өзіне жақын тұрған авиакомпания брендінен 47 орынға алға шықты. Клиенттерге бағдарланған тәсілмен интеграцияланған маркетингтік компаниялардың ертеңіме сәлем айтамын бастамасы сынды. Нәтижесінде Emirates туризм индустриясы аясынан тыс жауапкершілік, шынайылық, өзектілік пен алуан түрлілік көрсетті. Emirates негізгі қызметінен алыстап, ғалам бойынша тұтынушылармен қарым-қатынас орнату арқылы оларды тарту жолын сәтті түрде өзгертті. Бірі тарау мақсаттары 2. Маркетинг ұғымына анықтама беру және маркетинг процесінің қадамдарын сипаттау. Маркетинг дегеніміз не? 3. Нарық пен тұтынушыны түсінудің маңызын сипаттау және нарықтың негізгі 5 концептін қорыту. Нарық пен тұтынушы қажеттіліктерін түсіну. 4. Тұтынушы құндылығына бағдарланған маркетинг стратегиясының негізгі элементтерін анықтау және маркетинг стратегиясына жол сілтейтін маркетингті басқару бағыттарын талқылау. Тұтынушы құндылығына бағдарланған маркетинг стратегиясы және жоспарды өңдеу. 5. Тұтынушылармен қарым-қатынас менеджментін талқылап, тұтынушы құндылығын қалыптастыру және олардан қайтарым ретінде құн алу стратегиясын анықтау. Тұтынушылармен қарым-қатынас менеджменті және тұтынушы құндылығын тарту. 6. Қарым-қатынас заманында маркетинг ортасын өзгертіп жатқан негізгі трендтер мен күштерді сипаттау. Құбылмалы маркетинг құрылымы. Қазіргі табысты компанияларға ортақ бір нәрсе бар. Emirates сияқты олар да тұтынушыларға толықтай бағдарланған және маркетинг әсерін басты назарға алған. Бұл компаниялар нақты анықталған таргет нарықтардағы тұтынушылардың қажетін өтеуге ұмтылады. Олар ұйымдағы әр қызметкерін тұтынушымен арада құндылық қалыптастыруға негізделген және ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға ынталандырады. Бүгінгі таңда тұтынушымен қарым-қатынас орнату және олардың құндылықтары өте маңызды. Жылдам технологиялық даму мен экономикалық, әлеуметтік және қоршаған ортаның түбегейлі мәселелерімен беттесетін қазіргі тұтынушылар брендтер мен қарым-қатынасын қайта бағалауда. Жаңа цифрлық, мобайл және әлеуметтік медиа саласындағы жетілдірулер жаңа маркетинг стратегиясы мен тактикалар пайда болуына әкеліп, тұтынушылардың сауда жасау және әрекеттесу жолдарын түбегейлі өзгертті. Шынайы әрі тұрақты тұтынушы құндылығына негізделген, тұтынушымен берік ынтымақтастық, жақсы қарым-қатынас орнату және өзара қолдаудың маңызы бұрынғыдан да арта түсті. Осы тарауда тұтынушылар мен маркетологтар бетпе-бет келіп отырған жаңа мәселелерді талқылаймыз. Бірақ алдымен маркетинг негіздерімен танысайық. Маркетинг дегеніміз не? Бизнестің басқа кез келген функциясымен салыстырғанда маркетингтің тұтынушыларға қатысы өте жоғары. Маркетингтің егжей-тегжейлі анықтамаларын қарастырсақ, олардың ішіндегі ең қарапайымы маркетинг тұтынушы тартып, олармен пайдалы қарым-қатынасты басқару.
Маркетингтің екі жақты мақсаты жоғары құндылыққа уәде беріп, жаңа тұтынушы тарту және құндылықпен қанағаттандыру арқылы қазіргі бар тұтынушыларды сақтап, санын арттыру. Мысалы, Nike күнделікті спортпен шұғылданатын адамдарды өзіңді шыңдай бер деп ынталандыру әрі көмектесу арқылы бәсекелестерінен озып келеді. Amazon клиенттеріне интернетте сатып алуға болатын нәрсенің бәрін тауып беру арқылы онлайн сатып алудың әлемдік тәжірибесін қалыптастырған онлайн нарық ретінде басым түсті. Facebook 5 миллиардтан астам белсенді веб және мобайл нұсқа қолданушысын өмірінде бар адамдармен байланыс орнатуға көмектесу арқылы өзіне тартты. Coca-Cola күнделікті сәттерді ерекше етіп рахатқа бөлейтін өнімдері мен сезімнің дәмін татыранын жүзеге асырып, газдалған сусындар нарығында жаһандық үлестен 49 иеленді, ол Pepsi үлесінен 2 есе артық. Қисынды маркетинг кез келген ұйымның табысты болуында маңызды рөл атқарады. Google, Target, Procter & Gamble, Coca-Cola және Microsoft сияқты ірі коммерциялық компаниялар маркетингті пайдаланады. Колледж, аурухана, музей, симфониялық оркестр, тіпті шіркеулер сынды коммерциялық емес ұйымдарда маркетингке жүгінеді. Сіз маркетинг туралы бұрыннан білесіз, өйткені ол бізді айнала қоршап тұр. Маркетингтің көңіліңізге жақын ескі, дәстүрлі түрлері, жақын маңдағы сауда орталығында толып тұрған өнімдер, көгілдір экранға шығып жатқан, журналдарды түрлендіретін және поштаңызды толтырып жіберетін жарнама. Бірақ соңғы жылдары маркетологтар бейнелі, веб-сайт пен смартфон қосымшаларындағы блог, онлайн видео мен әлеуметтік медиаға дейінгі жаңа тәсілдерді қолдана бастады. Бұл жаңа тәсілдер хабар санын арттырып қана қоймай, жетістікке жеткізіп те келеді. Олар тікелей, жеке әрі интерактив түрде жетеді. Қазіргі маркетологтар өміріңіздің бір бөлігіне айналып, өзі ұсынатын брендтер мен тәжірибеңізді байытқысы келеді. Олар өз брендін ұсыну арқылы өміріңізді жақсартуға ықпал етуге ниетті. Үйде, мектепте, жұмыс орындарында, ойын алаңдарында, барлық іс-әрекетіңізде маркетингті көресіз. Маркетинг мағынасы тұтынушының көзіне түсуден де маңыздырақ. Оның артында сіздің назарыңыз және сатып алуыңыз үшін бәсекелесетін адамдар, технологиялар мен әрекеттердің ауқымды желісі жатыр. Бұл кітап қазіргі маркетингтің негізгі тұжырымдамалары және тәжірибесімен толық таныстырады. Осы тарауды маркетинг және маркетинг процесіне анықтама беруден бастаймыз. Маркетинг анықтамасы. Маркетинг дегеніміз не? Көп адам маркетинг деген сату мен жарнама деп қана ойлайды. Күн сайын жан-жағымыздан көгілдір экраннан көрсетілетін жарнама роликтері, каталогтар, сауда агенттерінің өнімді мақтауы және онлайн трансляциялар көздің жауын алады. Алайда сату мен жарнама үлкен маркетинг мұстауының ұшар басы ғана. Бүгінгі таңда маркетингті айту және сату деген көнерген түсінігінде емес, тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру деген жаңа мағынасында түсіну керек. Маркетолог тұтынушыны тиімді түрде еліктіріп, оның қажеттіліктерін түсіне білсе, тұтынушы үшін құндылығы жоғары өнім әзірлеп, бағасын белгілеп, оны тиімді таратып, ілгерілетсе, ондай өнімдер жылдам сатылады. Менеджмент гуруы Питер Друкер айтқандай, маркетингтің мақсаты сатуды қажетсіз ету. Үш сату мен жарнама тұтынушы тартып, олардың қажеттіліктерін қанағаттандырып, қарым-қатынас орнату үшін бірлесе жұмыс істейтін маркетинг құралдары жинағы болатын үлкен маркетинг микстің бір бөлігі ғана. Неғұрлым кең тұрғыдан қарастырсақ, маркетинг жеке тұлғалар мен ұйымдар құндылықтар құрып, оларды басқалармен айырбастау арқылы қажетіне қол жеткізетін әлеуметтік және менеджерлік процесс. Ал тар бизнес контексте маркетинг тұтынушылармен табысты әрі құндылықтарға негізделген қарым-қатынас орнатуды білдіреді. Осылайша маркетинг компаниялар тұтынушы тартып, олармен берік қарым-қатынас орнатып, олар үшін жасаған құндылығының қайтарымына пайдалатын процесс. 4. Маркетинг процесі. 1.1 сызбада тұтынушы үшін құндылық құру және онымен қарым-қатынас орнатуға арналған маркетинг процесінің 5 қадамдық қарапайым моделі көрсетілген. Алғашқы 4 қадамда компаниялар тұтынушыны түсініп, оған арналған құндылық қалыптастыру және олармен берік қарым-қатынас орнату үшін жұмыс істейді. Соңғы қадамда компания тұтынушыға жоғары құндылық ұсынған үшін қайтарым ретінде пайда табады. Тұтынушы үшін құндылық қалыптастыра отырып, өз кезегінде олар сату, пайда және ұзақ мерзімді капитал ретінде тұтынушы құндылығын анықтайды. Осы және келесі тарауда қарапайым маркетинг моделінің қадамдарын қарастырамыз.
Бұл тарауда негізінен тұтынушымен қарым-қатынас құру қадамдарына тұтынушыны түсіну, тарту және олармен қарым-қатынас орнатып, алған құндылықтарды бекітуге көңіл бөлеміз. Екі тарауда екінші және үшінші кезеңдерді маркетинг бағдарламалары мен құндылық қалыптастыру, маркетинг стратегиясын құруды нақты қарастырамыз. Нарық пен тұтынушы қажеттілігін түсіну бірінші қадам ретінде маркетологтар тұтынушының қажеттіліктері мен қалауын және жұмыс істейтін нарықты түсінуі керек. Біз клиент пен нарықтың 5 негізгі тұжырымын зерттейміз. 1. Қажеттілік, қалау және сұраныс. 2. Нарық ұсыныстары, өнім, қызмет және тәжірибе. 3. Құндылық пен қанағаттану. 4. Айырбас пен қарым-қатынас. 5. Нарықтар. Тұтынушы қажеттілігі, қалауы және сұранысы маркетингтің негізін қалайтын басты концептілерінің бірі адамның қажеттілігі, яғни не жетіспейтінін сезіну күйі. Оған тамақ, киім, жылу және қауіпсіздік сияқты негізгі физикалық, иелік ету және бауыр басу сияқты әлеуметтік және білім мен өз болмысын таныту сынды жеке қажеттіліктер кіреді. Бұл қажеттіліктерді маркетологтар шығармайды, олар адам болмысының негізінде бар. Қалау, мәдениет пен жеке тұлғаға байланысты қалыптасатын адам қажеттіліктерінің бір түрі. Америкалық тұрғынның қажеттілігі тамақ болса, қалауы Big Mac, фри картобы мен газдалған сусын болады. Папуа, Жаңа Гвинея тұрғынның да қажеттілігі тамақ болғанымен, қалауы тары, күріш, батат және шошқа еті болуы мүмкін. Қалау адам өмір сүретін қоғамға ғай қалыптасады, және қажеттілікті қанағаттандыратын заттармен сипатталады. Сатып алу қабілеті болғанда қалау сұранысқа айналады. Қалауымен қолындағы ресурстарына қарай адам өзі үшін бәрінен құнды және өзін қанағаттандыратын өнім мен қызметтер ұсынылуын талап етеді. Компаниялар тұтынушының қажеттіліктері, қалауы мен сұраныстарын түсіну үшін сан түрлі әдістерді қолданады. Тұтынушыны зерттейді, олар туралы көп деректі талдайды және клиент сауда жасағанда бетпе-бет және онлайн әрекеттескенде бақылайды. Компанияның барлық деңгейлерінде топ-менеджментті қоса алғанда қызметкерлер клиентке жақын болады. Energetic Target компаниясының бас директоры Брайан Корнелл жергілікті аналар мен Target дүкендерінің ықыласты сатып алушылармен бірге Target дүкендеріне ескертусіз жиі барып тұрады. Корнелл дүкендерге барып, ішкі жағдайды өз көзімен көргенді ұнатады. Бұдан ол тамаша әрі бірегей фидбек алады. Брайан және Target компаниясының басқа да басшылары тіптен тұтынушылардың үйіне барып, шкафтарын ашып, олардың өнімді таңдау мен сатып алу дағдыларын түсінуге тырысады. Дәл осылай Boston Market бас директоры Джордж Мишель компания ресторандарына жиі барып, асүйде жұмыс істеп, клиенттермен әңгімелесіп, ненің жақсы, жаман тіптен нашар екенін біледі. Сонымен қатар ол Boston Market веб-сайтындағы клиент хабарламаларын оқып, байланыста болады және немқұрайды клиенттерді түсінуге тырысады. Мишельдің айтуынша, клиентке жақын болу аса маңызды. Мен олар нені құнды деп санайтынын және нені бағалайтынын білуім керек. Нарықтағы ұсыныстар, өнім, қызмет және әсер тұтынушылардың қажеттіліктері мен қалауын қанағаттандыру нарықта ұсынылатын өнім, қызмет, ақпарат немесе тәжірибе үйлесімін құрайтын нарықтағы ұсыныстар арқылы орындалады. Нарық ұсыныстары материалдық өнімдермен шектелмей. Олардың құрамына көрсетілетін қызметтер, яғни қолға ұстауға келмейтін және әлденені иеленуге әкелмейтін, сату мақсатында ұсынылған әрекеттер немесе артықшылықтар, мысалы, банк, әуе тасымалы және қонақ үй қызметтері, бөлшек сауда және үйді жөндеу қызметтері кіреді. Кеңінен алғанда, нарық ұсыныстары адам, орын, ұйым, ақпарат және идея сияқты басқа да субъектілерді қамтиды. Мысалы, Сан-Диего қаласында өтетін бақыт шақырады жарнама компаниясы қонақтарды қаланың шығанақтары мен жағажайларынан бастап түнгі қала өмірі мен көріністеріне дейін тамашалап, жайлы ауа райынан ләззат алып, уақытты жақсы өткізуге шақырады. Жарнама жөнінде кеңес пен жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бас басқармасы бірлесіп, көлік жүргізіп келе жатқанда хабарлама жазбауға шақыратын жазуды доғар. Апатты тоқтатайық компаниясын ойлап шығарды. Компания жолға мұқият қарап отырған жүргізушіге қарағанда хабарлама жазып отырған жүргізушінің апатқа ұшырау қаупі 23 есе көп екенін көрсетті. Сатушылардың көбі өзі ұсынатын өнімінің артықшылықтары мен беретін әсерінен гөрі сол өнімдердің өзіне көп көңіл бөліп қателеседі. Ондай сатушылар маркетинг саяздығынан жапа шегеді. Олар сол өнімдерге ғана назар аударып, тек тұтынушының айқын қалауына ғана көңіл бөлгендіктен негізгі қажеттілігі көзден таса қалады. Өнім тұтынушы мәселесін шешу құралы ғана екенін ұмытып кетеді. Ширек дюймді бұрғы өндіруші тұтынушыға бұрғы қажет деп ойлар.
Бірақ клиент, шындап келгенде, ширек дюймді саңылау жасағысы келеді. Тұтынушы қажетін жақсы әрі төмен бағамен өтейтін жаңа өнім пайда болса, бұдан сатушылардың жағдайы қиындайды. Тұтынушы қалауы бірдей болғанымен, қажеттілігі жаңа өнім болуы мүмкін. Ақылды маркетологтар сервиспен сататын өнім ерекшеліктері шегінен асып түседі. Олар бірнеше қызмет пен өнімді ұйымдастырып, тұтынушыларға бренд тәжірибесін жеткізеді. Мысалы, сіз Walt Disney World Resort'ты жай ғана тамашалап кету үшін келмейсіз, өзіңізді және отбасыңызды армандар орындалатын, бәрі ойлағаныңыздай болатын тамаша әлемге жетелейсіз. Сіз баратын жергілікті Buffalo Wild Wings мейрамханасы жай ғана тауық қанаты мен сыра ұсынып қоймайды. Тұтынушыларға ең керемет тауық қанаты. Сыра спорт жанкүйер әсерін сыйлайды. Реал маркетинг айдарындағы 1,1 мысалды қараңыз. Дәл осылай Maggle компаниясы сапасы жоғары American Girl қуыршақтарын жасап, сатып қана қоймайды. Бұл қуыршақ десе ішкен асын жерге қоятын қыз баласы мен қуыршақ арасында ерекше әсер қалыптастырады. American Girl қуыршақтарын жақсы көретін қыз балаларды шаттыққа бөлу үшін компания дүкендері елдің 20 ірі қаласында жұмыс істейді. Әр дүкенде қуыршақтардың керемет түрлері мен оларға қажет барлық сәнді киімдер мен аксессуарлар бар. American Girl дүкендері жай ғана сауда жасайтын орын емес, ол қыздарға, аналарға, әжелерге және тіпті әкелер мен аталарға керемет әсер беретін ұсыныстары бар ғажайып мекен. Дүкеннің ішінде қыз балалар мен олардың қуыршақтары және ересектер таңғы, түскі және кешкі асты бірге отырып іше алатын мейрамханасы бар. Тіпті қуыршақтың шашын сәндеп беретін сұлулық салоны да бар. American Girl дүкендері туған күнді немесе басқа да ерекше оқиғаны атап өтуге керемет сауық кештер, сонымен қатар қолөнер мен іс-шаралардан бастап экскурсияларға дейінгі арнайы шаралардың толық тізімін ұсынады. Компанияның айтуынша, бұл тек қуыршақ сататын дүкен емес, бұл жерде қиялыңыз қияға қанат қағады. American Girl дүкеніне келген адам ғажайып күннен естен кетпейтін естеліктер алады. Buffalo Wild Wings спорт жанкүйерлеріне жаңа әсер сыйлау тауық қанаты. Сыра спорт. Бұл қарқынды өсіп келе жатқан Buffalo Wild Wings мейрамханалар желісінің ұзақ уақыт бойы қолданған ұраны. BDBs тұрақты келушілеріне белгілі болғандай, мейрамхана назары спорт пен тамаққа және оларға қатысты барлық дүниелерге бағытталған. Бұған еш күмән жоқ. Buffalo Wild Wings тауық қанаты және сыра ұғымынан асып түседі. Мұнда тауық қанатының 5 түрлі, құрғақ дәмдеуіш пен 17 фирмалық тұздығы қосылған сүйекті және сүйексіз түрлері ұсынылады. Тұздықтар ашы болуына қарай sweet baked, белгілі деңгейде тәтті, аса ашы емес дәстүрлі былық тұздығы, тұздығынан бастап dessert heat, чили бұрышы қосылған тәтті дәмдеуіш пен тұздығы, reformulated blazon ең ашы бұрыш қосылған болып жүктеледі. Ішімдік ретінде Dubs рестораны отандық, импорттық, дәстүрлі сыра маркаларының 30 түрлі сортын ұсынады. Dubs мейрамханасында қарныңыз ашып не шөлдеп қалмайтыныңыз анық. Дегенмен Buffalo Wild Wings мейрамханаларының табысқа жетуінің сыры тауық қанаты мен сыраны жай ғана сатуда жатқан жоқ. Клиенттің Dubs мейрамханасына қайтып келуіне себеп оның сол жерде алатын әсері. Клиенттер соңғы жексенбіде өткен Super Bowl кубогы кезінде жалпы алғанда 11.000 тауық қанатын жеген. Бірақ маңыздысы бұл емес. Бастысы клиенттер Dubs мейрамханаларына спорт ойындарын көру үшін, уақыт өткізіп, ескі таныстарымен жүздесу үшін, сүйікті командасына қолдау көрсетіп, немесе жаңа достар табу үшін, қорыта айтқанда тамақтану мен әлеуметтік әсер алу үшін келеді. Біз тек тауық қанаттарын сату бизнесімен айналысып жүрмегенімізді түсінеміз, дейді компания. Біз одан артық дүние ұсынамыз. Спорт жанкүйерлеріне жаңа әсер сыйлап, қанаттандыруды мақсат етеміз. Біздің миссия күн сайын адамдарды таңғалдыру. Dubs мейрамханасы кез келген спорт түрінің жанкүйеріне керемет спорт әсерін барынша сыйлауды мақсат етеді. Buffalo Wild Wings 1100 ресторанның кез келгеніне аяқ басқаннан таңғала бастайсыз. Ол қарапайым, іші күңгірт спорт барлары секілді емес. Dubs мейрамханасы төбесі биік, табиғи жарыққа толы, ашық түсті жиһаздармен жабдықталған және қабырғалары да ашық түспен көмкерілген шағын стадионға ұқсайды. Buffalo Wild Wings ең соңғы ашылған стейя ресторандары бар мен жеке тамақтану еркін аймақтарына бөлінген. Әр Dubs мейрамханасынан қабырғаға және бардың жоғары жағына орнатылған үлкен экранда 60-70 теледидарды көруге болады.
Сіз қай үстел басына жайғассаңыз да үйіңізде отырғандай еркін сезініп, кез келген спорт түрі, кез келген команданың ойынын, тіпті жергілікті колледж және мектептегі спорт жарыстарының тікелей трансляциясын тамашалай аласыз. Dubs мейрамханасында ойынды тамашалау барысында дәл сол ойынның ішінде жүргендей сезімге бөленесіз. Біздің 1100 стадионымыз бар деп есептейміз, дейді қонақтар алған әсер мен инновация жөніндегі вице-президент. Buffalo Wild Wings мейрамханасына келген әр адам тәжірибе алады. Мейрамхана желісі пабқа баруды ұнататын спортсүйер қауымнан бастап қалтасы көтеретін бағамен демалғысы келетін отбасыларға дейінгі жұртшылыққа арналған. Бар зонасына жалғызбасты адамдар мен жас жұптар үйір болса, отбасылар кілем төселген кабинаны қалайды. Үлкен экрандарда көрсетілетін спорт жарыстармен қоса, Dubs клиенттердің покер немесе басқа ойындар ойнауына болатын үстелге ыңғайлы тақтайшалар қояды. Көпшілікке ортақ музыкалық автомат функциясы қонақтарға мейрамханада ойнап тұрған әуенді басқаруға мүмкіндік береді. Dubs мейрамханасында клиенттерді еліктіріп, әсерді күшейте түсу үшін әрдайым әлдебір оқиға болып жатқандай көрінеді. Мысалға, Blazing Wing жарысын алайық. Мейрамханалар желісіндегі ең ащы фирмалық тұздық қосылған тауық қанатын 6 минут ішінде жеп тауысқан кез келген клиентке олжа ретінде жеңсіз көйлек пен жұлдыздар қабырғасынан орын беріледі. Бұл оңай шаруа емес, себебі Blazing тұздығының ашылығы қызылбұрыш тұздығынан 60 есе күшті. Осы 6 минутта жарысқа қатысушыларға майлық пен ыдыс қолдануға, бетіне қолын тигізуге, немесе қанаттан басқа нәрсені жеуге, тұздыққа батырмай тыйым салынады. Мәзірде ескерту жазылудай-ақ жазылған, ал қызметкерлер бұл жарысқа мүлдем қатыспауға кеңес береді. Жарысқа қатыспас бұрын әр үміткер жарысқа қатысқаннан болған шығын, жарақат, ауру немесе өлімді өз жауапкершілігіме аламын деген келісімге қол қояды. Әйтсе де бойын құмарлық билеген адамға мұның бәрі тосқауыл бола алмайды. Buffalo Wild Wings қонақтарын ешқашан асықтырмайды. Көп мейрамхана қонақпен есеп айырысқан соң тамақтанып болсаң кете бер философиясын ұстанса, Dubs мейрамханасында мүлдем керісінше. Buffalo Wild Wings мейрамханаларында жұрт ұзағырақ отырып, асықпай рахаттана тамақтануды, мейрамхана атмосферасынан ләззат алуды қалайды. Осыны жүзеге асыру үшін мейрамханалар желісі әр мейрамханасының штатына жаңа қызмет түрін енгізді. Әдеттегі қызмет көрсетушілерден өзге әр үстелдің қонақ көңілін аулайтын капитаны болады. Dubs бас маркетологының пікірінше, капитан кез келген сауық кешінің бас иесі ретінде үстелден үстелге барып, қонақтармен әңгімелесіп, оларға жеке-жеке әсер беруге тырысып, қажетін өтейді. Бір экранда бір ойын, ал оның жанындағы экранда басқа ойын көрсетілгенін қалайсыз ба? Көңіліңізді аулайтын капитан мұны реттейді. Планшетке байланысты көмек керек пе? Капитан қол ұшын созады. Жаңа тұздықтардың дәмін татып көргіңіз келе ме? Капитан сізге кеңес беріп, тіпті фри картобымен бірге тұздық үлгілерін әкеп береді. Қонақ көңілін аулайтын капитандарды жұмысқа алу әсіресе 1100 мейрамханадағы ауысымдар санын ескергенде үлкен шығын екені көрініп тұр. Бірақ Buffalo Wild Wings капитандары қонақтарға маңызды әсер сыйлау арқылы өзіне де пайда түсіріп, олардың мейрамханада ұзақ отыруына, қайта оралып келуіне ықпал етеді. Buffalo Wild Wings мейрамханалары капитандармен бірге клиентті жоғары деңгейде қанағаттандырып, әлі капитандары жоқ мейрамханалармен салыстырғанда ықыласты клиенттер санын арттыруда. Бұл бізге бәсекелестерімізбен салыстырғанда қоғаммен берік байланыс орнатуға мүмкіндік береді, дейді Dubs бас маркетологы. Спорттан керемет әсер миссиясына адал Buffalo Wild Wings клиенттерін мейрамхана ішінде де, одан тыста цифрлық және әлеуметтік тұрғыдан белсенді түрде тартуда. Шын мәнінде компания цифрлық амалдармен тұтынушы тарту жөнінде көшбасшы екенін мақтан тұтады. Dubs веб-сайтының белсенділігі сонша, оған айына 3 миллион қолданушы кіреді. Брендтің Facebook парақшасындағы оқырманы 12 миллион, Twitter парақшасында 660 мың жазылушысы бар. Сонымен қатар YouTube және Instagram парақшаларында да өте белсенді. Жақында мейрамхана кез келген жерден ойнауға болатын фэнтези футбол мен басқа ойындарға арналған GameBreak қосымшасын іске қосты. Компанияның клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі директорының айтуынша, GameBreak ойыншылары мейрамханаға жиі келеді. Онда ұзағырақ отырып, сыраның 2-ші не 3-ші саптаяғына не тіптен қосымша бір себет тауық қанатына тапсырыс береді. Жалпы алғанда, Buffalo Wild Wings достықты насихаттауды бетпе-бет және онлайн ілгерілетіп келеді. Бұл тұтынушыларға тек ойын қызықтаушысы ғана емес, сонымен қатар бренд насихатшысы болуға мүмкіндік береді, дейді мейрамханалар желісінің басшысы.
Тұтынушыларға әсер сыйлап, қызмет көрсеткені үшін Buffalo Wild Wings ірі көлемде дивиденд алады. Қазіргі таңда Dubs елдегі тауық қанаттарын сатудан бірінші орында және құйылмалы сыра бойынша қызмет көрсетуден де көш бастап отыр. Соңғы 5 жылда басқа мейрамханалар қатаң бәсеке және баяу өсумен бетпе-бет келсе, Dubs саудасы 3 есе артып, пайдасы 250-ға өсті. Dubs мейрамханалар желісінде ащы тұздыққа малынған тауық қанатын клиентке ұсына отырып, көзіңізге тигізбеңіз, балалар мен жануарлардан аулақ ұстаңыз деген қатаң ескерту жасалады. Бір эксперттің айтуынша, бұл тұздық блейзен деп аталады екен. Бұл термин сонымен қатар соңғы кездегі акциялардың табыстылығын жақсы сипаттайды. Тұтынушы құндылығы және қанағаттануы. Тұтынушылар қажетін өтейтін өнім мен сервистің алуан түрімен жиі ұшырасады. Олар қаптаған нарық ұсыныстары арасынан таңдауды қалай жасайды? Тұтынушылар нарықтағы түрлі ұсыныстармен жеткізетін және сәйкесінше сатып алатын құндылық пен қанағаттану туралы түсінік қалыптастырады. Көңілі толған тұтынушылар қайтадан сатып алып, басқалармен өзінің жақсы тәжірибесін ортаға салады. Ал қанағаттанбаған тұтынушылар әдетте бәсекелестерге ауысып, басқаларға өнімді жамандайды. Маркетологтар тұтынушылардың үмітін ақтау деңгейін дұрыс белгілеуі керек. Үміт сенімді ақтау деңгейін тым төмен қойса, өнімдерін сатып алатындарды қанағаттандырғанымен, жаңа сатып алушыларды жеткілікті түрде қызықтыра алмауы мүмкін. Керісінше, тым жоғары белгілесе, сатып алушылардың көңілі қалуы мүмкін. Тұтынушымен қарым-қатынасты дамыту және басқару үшін тұтынушы құндылығы мен қанағаттануы негізгі жол бастаушы болады. Осы негізгі тұжырымдамаларды кейінірек қарастырамыз. Айырбас және қарым-қатынас. Адамдар айырбас қарым-қатынас арқылы өз қажеттіліктері мен қалауын қанағаттандыруға бел буғанда маркетинг әрекеті орын алады. Айырбас қайтарымына әлдене ұсынып, өзіне қажет затты алу әрекеті. Кең мағынасында бұл маркетологтың кейбір нарық ұсыныстарына жауап қайтару талпынысы. Бұл жауаптың мәні өнім мен қызметтерді сатып алу немесе сатудан да кең болуы мүмкін. Мысалы, депутаттыққа үміткер дауыс жинауды, шіркеу адамдар көбірек келгенін, оркестр концертіне көрермендер келгенін, ал қоғамдық белсенді топ өз идеяларын жұртшылық қабылдағанын қалайды. Маркетинг таргет аудитория мен өнім, қызмет, идея не басқа заттар жөнінен айырбас қарым-қатынасын құру, сақтап қалу және арттыру мақсатында орындалатын әрекеттерден тұрады. Компаниялар клиентті тұрақты түрде жоғары сапалы құндылықпен қамтамасыз етіп, берік қарым-қатынас орнатқысы келеді. Клиентпен арадағы қарым-қатынасты басқарудың маңызды тұжырымдамасын осы тарауда кейінірек қарастырамыз. Нарықтар айырбас пен қарым-қатынас тұжырымы нарық тұжырымына жетелейді. Нарық өнім мен қызметтерді сатып алушылар мен ықтимал сатып алушылар жиынтығы. Бұл сатып алушыларға айырбас қарым-қатынасы арқылы қанағаттандыруға болатын белгілі бір қажеттіліктер мен қалау орта. Маркетинг тұжырымының өзі нарықтарды басқарып, клиентпен пайдалы қарым-қатынас орнатуды білдіреді. Алайда осы қарым-қатынасты орнату үлкен еңбекті талап етеді. Сатушылар сатып алушы табу және тарту үшін олардың қажеттіліктерін анықтап, тиімді нарық ұсыныстарын дайындауы керек және оларға баға белгілеп, ұсынуы, ілгерілетуі, сақтауы және жеткізуі керек. Тұтынушыны зерттеу, өнім әзірлеу, коммуникация, дистрибуция, баға белгілеу және қызмет көрсету, маркетинг қызметінің негізгі түрлері саналады. Әдетте, маркетинг сатушылар тарапынан жүреді деп ойлағанымызбен, оның жүзеге асуында сатып алушылардың да рөлі бар. Тұтынушылар нарығы өнім іздестіргенде, ақпарат алу үшін компаниялармен байланысқанда және сатып алғанда маркетинг әрекетін жүргізеді. Шынында, сайттар мен мобайл қосымшалардан бастап, алуан түрлі әлеуметтік медиаға дейінгі бүгінгі күннің цифрлық технологиялары тұтынушыларға билік беріп, маркетингті шын мәнінде қос бағытта жүзеге асырады. Осылайша тұтынушымен арадағы қарым-қатынасты басқарумен қоса, қазіргі маркетологтар тұтынушы басқаратын қарым-қатынасқа қатысты да тиімді әрекет етуі керек. Маркетологтар енді тұтынушыға қалай әсер ете аламыз деп қана емес, тұтынушылар бізге қалай әсер етеді деп, тіпті тұтынушылар бір-біріне қалай әсер етеді деп сауал қояды. 1.2 сызбада маркетинг жүйесінің негізгі элементтері берілген. Маркетинг бәсекелестері алдында түпкілікті тұтынушылар нарығын қамтамасыз етуді білдіреді. Компания мен бәсекелестері нарықты зерттеп, тұтынушылардың қажетін түсіну үшін олармен өзара әрекеттеседі.
Одан кейін олар нарық ұсыныстарын, хабарламаларын және өзге де маркетинг контентін құрып, оны тікелей немесе маркетинг делдалдары арқылы тұтынушыларға ұсынады. Жүйедегі әр бөлікке негізгі орта күштері, демографиялық, экономикалық, табиғи, технологиялық, саяси және әлеуметтік мәдени ықпал етеді. Жүйенің әр бөлігі келесі деңгейге құндылық қосады. Бағыттар дамытуды және басқаруды қажет ететін қарым-қатынасты көрсетеді. Осылайша компанияның тұтынушы тартып, олармен пайдалы қарым-қатынас орнатуы тек соның әрекеттеріне ғана емес, сонымен қатар жалпы жүйенің түпкілікті тұтынушы қажеттіліктеріне қалай қызмет көрсететініне де байланысты. Walmart жеткізушілері төмен бағамен қызмет көрсетпейінше, ол да төмен бағаны ұстап тұра алмайды. Дилерлері ерекше түрде сауда жасап, қызмет көрсетпейінше, Ford компаниясы да жоғары сапалы, керемет әсер мен тәжірибе беретін автокөліктерді ұсына алмайды. Тұтынушы құндылығына бағытталған маркетинг стратегиясы мен жоспарын әзірлеу. Тұтынушы құндылығына бағытталған маркетинг стратегиясы. Тұтынушы мен нарықты толық түсінген соң маркетинг менеджмент тұтынушыға бағытталған маркетинг стратегиясын жобалай алады. Маркетинг менеджмент таргет нарықты таңдап, олармен пайдалы қарым-қатынас орнату өнері мен ғылымы. Маркетинг менеджерінің мақсаты тұтынушы үшін жоғары құндылық жасап, таргет тұтынушыларды тарту, қарым-қатынас орнату және олардың санын арттыру. Жеңімпаз маркетинг стратегиясын әзірлеу үшін маркетинг менеджері мынадай маңызды сұрақтарға жауап беруі керек. Қандай тұтынушыға қызмет көрсетеміз, қандай нарықты таргеттейміз? Осы тұтынушыларға қалай барынша тиімді қызмет көрсетеміз, құнды ұсынысымыз қандай? Осы маркетинг стратегиясы тұжырымдамаларына қысқаша тоқталып, 2 және 7 тарауда толық қарастырамыз. Қандай тұтынушыға қызмет көрсететінін таңдау. Компания алдымен кімге қызмет көрсететінін шешіп алуы керек. Бұл нарықты тұтынушылар сегментіне бөліп, нарықты сегменттеу, қай сегментке қызмет көрсететінін, таргет маркетинг таңдау арқылы жасалады. Кей адамдар маркетинг менеджментті мүмкіндігінше көп клиент тауып, сұранысты арттыру деп түсінеді. Бірақ маркетинг менеджерлері барлық тұтынушыларға жан-жақты қызмет көрсете алмайтынын біледі. Барлық тұтынушыға қызмет көрсетуге ұмтылып, соңында ешқайсына сапалы қызмет көрсетпеуі мүмкін. Оның орнына компания сапалы әрі табысты қызмет көрсететін тұтынушыларды ғана таңдауға ниетті. Мысалы, Nordstrom ауқаттыларға қызмет көрсетсе, Dollar General табысы орташа отбасыларға қызмет көрсетеді. Маркетинг менеджерлері қандай клиентке және қандай сұраныс деңгейі, уақыты және сұраныс сипатына қызмет көрсеткісі келетіні жөнінде шешім қабылдауы керек. Қарапайым тілмен айтқанда, маркетинг менеджмент клиенттерді және сұранысты басқару. Тартымды ұсынысты таңдау. Компания сонымен қатар таргет тұтынушыға қалай қызмет көрсететінін, яғни өзін нарықта қалай дифференттейтіні және позициялайтыны жөнінде шешім қабылдауға тиіс. Брендтің тартымды ұсынысы тұтынушылардың қалауын қанағаттандыруға бағытталған артықшылықтар немесе құндылықтар жиынтығы. JetBlue әуе компаниясы адамзатты саяхаттауға қайта баулып, сіз бәрінен де жоғары болатыныңызға уәде береді. Ал Spirit Airlines болса, бәрфер бағасын ұсынады, азырақ төлеңіз. Көбірек саяхаттаңыз. Homewood Suites by Hilton өзіңізді үйіңіздегідей сезінгеніңізді қалайды. Ал Hyatt Regency бренді кейде үйден тыс болғанда жақсы екенін айтады. Оның жарнамасы саяхаттау қызығын және адамдар іс-сапарда ұшырасатын қызық дүниелерді ерекшелеп көрсетеді. Осындай тартымды ұсыныстар бір брендті өзге брендтен ерекшелеп көрсетеді. Олар клиенттің мен неге бәсекелестердің емес, сіздің брендіңізді сатып алуың керек деген сұрағына жауап береді. Компаниялар өз таргет нарықтарында үлкен артықшылықтар беретін тартымды ұсыныс жасауы керек. Zappos.com, Amazon.com, Check, Nordstrom дүкендері және JetBlue Airways клиенттерін тәнті қылатын ерен қызмет атқаратын компаниялар қатарына кіреді. Алайда компания клиентті тәнті қылу үшін аса жоғары деңгейде қызмет көрсетпесе де болады. Мысалы, алда азық-түлік дүкендері желісінің клиенттері сатып алған заттарын өзі орап алуы керек болса да, және кредит карталарымен есеп айырыса алмаса да, дүкен қызметіне қанағаттанады. Алды дүкендеріндегі күнделікті тұтынатын өнімдердің сапасы мен бағасы клиенттерді қуантып, олардың қайта келіп сауда жасауына себеп болады. Осылайша тұтынушы қанағаттануы керемет қызмет көрсетуге ғана емес, сонымен қатар компания негізгі құндылықты қаншалықты жақсы ұсынатынына және клиенттердің сатып алу бойынша туындайтын мәселелерін шешуге қалай көмектесетініне байланысты. Маркетинг жөніндегі бір кеңес берушінің айтуынша,
клиенттердің көбі таңғалуды емес, жай ғана жеңіл тәжірибе алуды қалайды. Тұтынушыға бағдарланған фирма бәсекелестермен салыстырғанда тұтынушыны барынша қанағаттандыруға ұмтылғанымен, тұтынушыны қанағаттандыру деңгейін максималдауға талпынбайды. Компания бағаны төмендету не қызмет көрсету сапасын арттыру арқылы тұтынушының қанағаттану деңгейін әрдайым көтере алғанымен, бұл әрекет пайданың төмендеуіне әкеледі. Маркетингтің басты мақсаты тұтынушы үшін пайда келетін құндылық қалыптастыру. Оған жету үшін тепе-теңдікті сақтау қажет. Маркетолог тұтынушы құндылығы мен қанағаттануын арттыруды жалғастыруы тиіс, бірақ пайдадан да құр қалмауы керек. Тұтынушымен қарым-қатынас деңгейлері және құралдар. Таргет нарықтың сипатына қарай компания клиенттермен түрлі деңгейде қарым-қатынас орната алады. Бір жағынан аз пайда келетін клиенттердің көбімен компания негізгі қарым-қатынасты дамытқысы келеді. Мысалы, Tide компаниясы Tide ұнтағы бойынша тұтынушылармен жеке танысу үшін олардың барлығына қоңырау шалады, немесе Tide өнімінен алатын әсері, бренд жасайтын жарнама, веб-сайт пен әлеуметтік медиа арқылы тұтынушы тартып, қарым-қатынас орнатады. Екінші жағынан, сатушылар мол пайда түсіретін тұтынушылар аз шоғырланған нарықтарда негізгі тұтынушылармен толық серіктестік орнатқысы келеді. Мысалы, Tide компаниясының сауда агенттері Tide ұнтағын сататын Walmart, Kroger және басқа да ритейлерлермен тығыз жұмыс істейді. Осы екі арада тұтынушымен қарым-қатынастың басқа да деңгейлері үйлеседі. Өзгермейтін жоғары құндылық пен қанағаттанудан басқа, маркетологтар тұтынушымен берік қарым-қатынасты дамыту үшін арнайы маркетинг құралдарын пайдаланады. Мысалы, көп компания жиі әрі үлкен көлемде сауда жасайтын клиенттерді марапаттайтын жиілік маркетинг бағдарламаларын ұсынады. Авиакомпаниялар жиі ұшатындарға арналған бағдарламаларды, қонақүйлер тұрақты келушілерге артықшылықтары бар бөлмелерді, ал супермаркеттер аса маңызды клиенттеріне жеңілдіктер ұсынады. Қазір әрбір брендте ықыласты марапаттау бағдарламалары бар. Бағдарламалар тұтынушының брендтен алатын әсері мен тәжірибесін күшейтуі және нақтылауы мүмкін. Мысалы, Hilton ұсынатын Honors ықылас бағдарламасында тегін бөлме немесе жаңартылған бөлмелерде тұру, кез келген жерде, кез келген уақытта, қонақ үйден кету уақыты белгісіз болса да, сонымен қатар ұшақта ұшу, мысалы, ұшаққа билет алу үшін мильдерді ұпайларға айналдыруға болады, үшін балл жинауға мүмкіндік беріледі. Одан да маңыздысы, тек қатысушыларға арналған Honors Mobile қосымшасы қонақ үйге орналасуды дербестендіруге мүмкіндік сыйлайды. Қосымша клиентке қонақ үйге келерден бұрын тіркелуге, немесе келген кезде түрлі артықшылықтар, жастықтар немесе тіске басарлар арасынан таңдау жасайтын функциялық мүмкіндіктер ұсынады. Саяхаттаушылар тұратын бөлмелерін қонақ үйге келмес бұрын қабаттардың цифрлық жоспарынан таңдап белгілейді, немесе Google карталарынан бөлмесінің терезесі қайда қарап тұрғанын қалайтынын көрсетеді. Сонымен қатар смартфон қосымшасын саяхаттаушылардың ресепшнге баруын қажет етпейтін цифрлық кілт ретінде қолдануға болады. Қосымша функцияларында пайдаланушының болашақтағы баратын жерлерін тіркеп, Uber таксиге сұраныс жіберу опциясы, сонымен қатар мейрамханалар туралы ұсыныстарды көрсететін дербес контент қамтылған. Қосымша болашақта келуіне болатын қонақ үй мен қонақ үй бөлмелерін белгілеу мүмкіндіктерін ұсынады. Клиент бренд қарым-қатынасы табиғатында айтарлықтай өзгерістер болады. Бүгінгінің цифрлық технологиялары интернет, онлайн, мобайл және әлеуметтік медиа толқыны дүние жүзіндегі адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау жолдарын түбегейлі өзгертті. Өз кезегінде, осы оқиғалар компаниялар мен брендтердің тұтынушылармен байланысу және тұтынушылардың бір-бірімен байланысып, бренд туралы ойларына әсер ету жолдарына елеулі түрде ықпал етті. Тұтынушы тарту және бүгінгі цифрлық және әлеуметтік медиа. Цифрлық технологиялар дәуірі веб-сайттардан бастап онлайн хабарлама мен видео, мобайл жарнама мен қосымшалар және блогтардан онлайн қауымдастықтар мен Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat және Instagram сияқты негізгі әлеуметтік медиаға дейінгі тұтынушылармен қарым-қатынас орнатудың ерекше жаңа құралдар жинағын дүниеге әкелді. Бұрынғы компаниялар тұтынушылар сегментін кеңейту үшін, негізінен, масс-маркетингті қолданып, тұтынушылармен жақын қарым-қатынасқа бара бермейтін. Ал қазіргі компаниялар таргетингті жетілдіріп, тұтынушы тартып, терең әрі интерактив қарым-қатынас жасау үшін онлайн, мобайл және әлеуметтік медианы пайдалануда. Ескі маркетинг тұтынушылар мен брендтерді байланыстырды. Жаңа маркетинг тұтынушы тарту маркетингі болады, яғни бренд туралы айту, бренд әсерін және бренд қауымдастығын құруға тұтынушының қатысуын тікелей әрі үздіксіз ынталандыруға ден қояды.
Тұтынушы тарту маркетингінің мақсаты брендті тұтынушыларға жай ғана сату емес, оны тұтынушының әңгімесі мен өмірінің мәнді бөлігіне айналдыру. Интернет пен әлеуметтік медиа дамуы тұтынушы тарту маркетингіне үлкен серпін берді. Бүгінгі тұтынушылар бұрынғыларға қарағанда көбірек ақпарат алады, көбірек байланысқа шығады және әлдеқайда күштірек. Жаңа күш алған тұтынушылар брендтер туралы көп ақпарат біледі және бренд туралы трансляция жүргізіп, көзқарасын ортаға сала алатын цифрлық платформалары бар. Осылайша қазіргі таңда маркетологтар тұтынушымен қарым-қатынасты басқарып қана қоймай, сонымен қатар тұтынушылар тобымен де, жеке дара тұтынушылармен де байланыс орнатып, бренд тәжірибелерін қалыптастырып, оны бөлісетін тұтынушымен қарым-қатынасты басқаратынын да мойындауда. Тұтынушылардың құқықтары кеңейген сайын компания жаулап алу арқылы нарыққа арқа сүйей алмайды. Оның орнына тұтынушыны еліктіру арқылы, яғни тұтынушылардың көңілін бөлгеннен гөрі, оларды тартатын нарықтық ұсыныстар мен месседждер жасап, маркетингті жүзеге асыру керек. Тиісінше маркетологтардың көбі қазіргі таңда өз маркетинг күшін онлайн маркетинг, мобайл және әлеуметтік медиадағы масс-медиа маркетингтің бай кешенімен біріктіріп, бренд-клиент араласуын, бренд туралы әңгімелерді және брендті тұтынушылар арасында насихаттауды ілгерілетуде. Мысалы, компаниялар өзінің ең жаңа жарнамасы мен видеороликтерін танымал болады деген үмітпен әлеуметтік медиа сайттарында жариялайды. Олар брендтерін әңгіме арқауына айналдыру үшін YouTube, Facebook, Google, Pinterest, Instagram, Snapchat, Vine және басқа да әлеуметтік медианы кеңінен қолданады. Компаниялар тұтынушыларды жеке, интерактив деңгейде тарту үшін өз блогтарын, мобайл қосымшаларды, онлайн микросайттарды және тұтынушылар пікір қалдыратын шолу жүйелерін шығарады. Мысалға, Twitter желісін алайық. Dell, JetBlue және Dunkin' Donuts ұйымдарынан бастап Chicago Bulls, NASCAR және Лос-Анджелес өрт сөндіру бөлімшесіне дейін Twitterде аккаунт ашып, маркетингтік ілгерілету шараларын жүргізеді. Twitter парақшасында хабар жариялау арқылы парақшаның 307 миллионнан астам белсенді пайдаланушысымен әңгіме бастап, тұтынушыға қызмет көрсетумен байланысты мәселелерді шешеді. Тұтынушылардың әрекеттерін зерттеп, қажет мақала, веб-сайт және мобайл маркетинг сайттарына, жарыстарға, видеороликтерге және басқа да бренд әрекеттеріне қарай бағыттайды. Осы күндері әр компанияның Facebook'те өз парақшалары бар. Starbucks компаниясының 36 миллион Facebook жанкүйері болса, Coca-Cola компаниясынікі 96 миллионнан асады. Әрбір ірі маркетологтың бренд және оның жанкүйерлері туралы ағымдағы жарнама мен басқа да ойын-сауық не ақпаратты видео жариялайтын YouTube арнасы бар. Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Vine осылардың бәрі маркетинг сахнасына келіп, брендтердің тұтынушылармен қарым-қатынас орнатуына үлкен жол ашты. Әлеуметтік медианы дұрыс пайдалансаңыз, тұтынушылармен бренд туралы әңгіме құрып, басқаларға насихат жасай аласыз. Тарту маркетингінің негізі бренд туралы тартымды әрі маңызды хабарлар мен таргет тұтынушылар әңгімесінің бір бөлігіне айналу жолдарын табу. Күлкілі видео жариялау, әлеуметтік медиада парақша ашу не блог жазу жеткіліксіз. Әрі тұтынушылардың барлығы әр брендпен терең әрі тұрақты түрде қарым-қатынас жасай бергісі келмейді. Тұтынушылар назарын аударудың сәтті маркетингі, таргет тұтынушылардың өмірі мен әрекетіне маңызды әрі шынайы үлес қосуды білдіреді. Жеңсіз жейде және киім өндіретін Life is Good компаниясын қарастырайық. Біріншіден, Life is Good мақсаты айқын, бірегей әрі сенуге тұрарлық оптимизм қуатын тарату. Бренд адамдарға ашылуға, қарым-қатынас орнатып, басқа адамдармен араласуға септігін тигізеді. Компанияның бұл бауырағыш философиясы өмір, керемет ұранымен және бірден көптің көңілін баурап алған Джейк есімді берет киген көңілді мультипликациялық адам бейнесі арқылы көрсетілген. Life is Good жыл сайын түскен таза пайдасының онын мұқтаж балаларға бөлу арқылы оптимизм философиясын нығайтып келеді. Онлайн және әлеуметтік медиа Life is Good месседжін жұртшылықпен бөлісуге болатын таптырмас орынға айналдырды. Бүгінгі таңда брендтің оптимистер қауымдастығының Facebook парақшасында 2,6 миллионнан астам оқырманы, Twitter желісінде 304 мың, Instagramда 33 мың жазылушы және белсенді YouTube арнасы бар, әрі олардың саны артып келеді. Бірақ ең мықты қарым-қатынас орнату платформасы брендтің Life is Good. Com веб-сайты, ол тұтынушы тартатын ең белсенді онлайн веб-сайт. Сайттың Live It бөлімінде жанкүйерлер жаңа ортақ әсерін ортаға сала алады.
Бұл жерде олар өз өміріндегі сынақтарда, жеңістер мен оптимизмде брендтің рөлі қандай болғанын көрсететін фотосуреттер, видео және оқиға жазбаларын бөліседі. Life is Good үшін шынайы тұтынушы тарту, сатылатын өнім ауқымынан асып түсетін мәнді терең қарым-қатынас. Life is Good компаниясының бас директоры Берт Джейкобс, брендті өз бетіңізше жасай алмайсыз, тұтынушы біздің тарихымыздың теңбе-тең авторы болатын әлемге ендік дейді. Тұтынушылар жасайтын маркетинг тұтынушы тарту маркетингінің бір түрі, тұтынушының өзі және басқалар бренд тәжірибесін қалыптастыруда маңызды рөл ойнайтын тұтынушылар жасайтын маркетинг. Бұл шақырылмаған тұтынушылар арасында блогтардағы пікір алмасу, видео бөлісу сайттары, әлеуметтік медиа мен басқа да цифрлық форумдар арқылы жүзеге асуы мүмкін. Бірақ көбінесе компаниялардың өзі тұтынушылардың өнімдер мен бренд контентін құруда белсенді рөл атқаруға шақырады. Кейбір компаниялар жаңа өнімнің құрамы мен дизайны бойынша идея алу үшін тікелей тұтынушыларына жүгінеді. Мысалы, Airbus 2017 жылы шығаруды жоспарлаған 330 не ұшағының интерьерін негізінен көңілі толмаған жолаушылардың әлеуметтік медиадағы пікірлеріне сүйене отырып жобалаған. Осыдан кейін аэроғарыш компаниясы болашақта ұзаққа созылатын ұшу сапары үшін стандарт орындықтардың ені 18 дюйм, 45-72 см болуын ұсынды. Ол жаңа ғылыми зерттеу жүргізіп, оның нәтижесін әлеуметтік медиада Airbus Comfort хэштегімен жариялады. Зерттеу нәтижесі ені кем дегенде 18 дюймдік орындықта отырған жолаушының ұйқысы 1950 жылдардағы 17 дюймдік стандарт орындықтармен салыстырғанда 53 жақсаратынын көрсетті. Компания месседждері бір күннің ішінде лайв режимінде және мониторинг арқылы түрлі сұрақтарға жауап қатып 6 тілде тарап отырды. Компания 70 миллионнан астам қаралым жинап, қауымдастықтағы мүшелердің саны артты. Airbus 2017 жылы идеяларыңа қанат бітір компаниясымен келесі деңгейге көшпек. Бұл компания барлық мамандықтар бойынша өз идеяларын жүзеге асырғысы келген шетелдік студенттерге онлайн байқау өткізді. Басқа компаниялар тұтынушылардың жарнама мен бренд контентін құруға белсенді түрде атсалысуға шақырады. Мысалы, 10 жыл бойы PepsiCo компаниясының Doritos бренді Crash the Super Bowl жарысын ұйымдастырып, тұтынушыларын 30 секундтық жарнама ұйымдастыруға шақырып, олардың ішіндегі үздіктері ойын кезінде эфирге шығарылды. Жарысқа әлемнің әр түкпірінен мыңдаған адам қатысып, тұтынушылар шығарған аса танымал жарнама иесі Today басылымының әрмері рейтингінің үздік бестігіне енген. Crash the Super Bowl сайысының сәтті өтуіне негізделген Doritos жыл бойы жанкүйерлер жасаған жарнама мен басқа контенттерді өмірге әкелетін жаңа компанияларды өткізді. Брендтердің көбі пайдаланушы жасаған әлеуметтік медиа контентін өз дәстүрлі маркетинг және әлеуметтік медиа компаниясына енгізеді. Мысалы, Mountain Dew пайдаланушылары жасап шығарған контентті өзінің танымал Beija Blast деп аталатын ерекше дәмінің шектеулі шығарылымын кеңірек таныту үшін пайдаланған болатын. Бұл әлеуметтік медиада орын алған Rogue Wave компаниясынан басталып, Beija Blast дәмі қайта оралады деген сынды хабарлар Facebook, Snapchat, Instagram және Twitter желілерінде таралды. Мысалы, Snapchat бағдарламасында бөтелкелер туралы қысқа роликтерін көрсетті. Mountain Dew жанкүйерлері бұл жаңалықты бөлісіп, әлеуметтік медиада жауап қайтарды, твиттерін жариялады. Біз ұстамды посттардан бастадық. Аз уақыт өте келе Dew Nation бізге хабарласып, естігендері шын екенін растауды сұрады дейді Mountain Dew компаниясының цифрлық бренд менеджері. Кейбір жанкүйерлеріміз соңғы бірнеше күнде Beija дәмінің коллажын жасап, басқа тұтынушылардың Beija дәмі қайта оралды дегенін растады. Одан кейін Mountain Dew тұтынушылардың жазған пікірлері мен ойын біріктіріп, әлеуметтік медиада және ерлерге арналған өмір стилі веб-сайттарында жарнама жасады. Нәтижесі, Beija Blast туралы онлайн өрбіген әңгімелер 170-дан асып түсті. Жеткен жетістіктерге қарамастан пайдаланушылар жасаған контент ұзақ уақыт алады, әрі қымбат процесс және компанияларға берілген барлық материалдардың ішінен ең керегін табу қиынға соғуы мүмкін. Сонымен қатар тұтынушылар әлеуметтік медиада үлкен күшке ие болғандықтан, оларды атсалысуға шақыру кейде кері әсер етуі ықтимал. Мысалы, McDonald's тұтынушылар өзінің Happy Meals туралы көңілге қонымды оқиғаларын бөліседі деген үмітпен Twitter желісінде McStories хэштегімен кампания шығарған еді. Керісінше, Twitter пайдаланушылары бұл хэштегті жағымсыз пікірлер үшін пайдаланып, фастфуд желілерінде тап болған келеңсіз оқиғаларын ортаға салды.
McDonald 2 сағаттың ішінде хэштегті алып тастағанымен, ол апта бойы, тіпті бірнеше ай өткенде де жоғалмай тұрды. Тұтынушылар әлеуметтік медиаға қосылып, ықпалы артқан сайын, сонымен қатар цифрлық және әлеуметтік медиа технологияларында ақпараттың осылай өршуі жалғасатындықтан, клиент бренд әрекеттестігі маркетологтар шақырса да, шақырмаса да маңызды маркетингтік күш болып қала бермек. Тұтынушылар жасап шығарған видео, жалпы шолу, блог, мобайл қосымшалар мен веб-сайттардың көптігі арқылы тұтынушылар брендтің өзіндік және басқалардан алатын тәжірибесін құруда маңызды рөл атқарады. Қызығушылық білдірген тұтынушылар өнім дизайны, пайдаланылуы, қаптамасынан бастап, бренд үндеуі, бағасы мен жеткізілуі туралы пікір айта алады. Бренд тұтынушылардың осындай жаңа күш қуатын қабылдап, жаңа цифрлық және әлеуметтік медиамен қарым-қатынасын шыңдауы керек, әйтпесе көштен қалып қою қаупі бар. Серіктес қарым-қатынас менеджменті әңгіме тұтынушы үшін құндылық қалыптастыру және тұтынушымен берік қарым-қатынас орнатуға келгенде, қазіргі маркетологтар бұл жұмысты жалғыз атқара алмайтынын біледі. Олар түрлі маркетинг топтарымен қоян-қолтық араласып жұмыс істеуі керек. Тұтынушымен қарым-қатынас менеджментін жетік білумен қатар, маркетологтар тұтынушыларды бірлесе тарту және оларды құндылықпен қамтамасыз ету үшін компания ішіндегі және сыртындағылармен ынтымақтастықта жұмыс істеп, серіктес қарым-қатынас менеджментін жетік білуі керек. Дәстүрлі түрде маркетолог міндеті клиенттерді түсініп, олардың қажеттіліктерін компанияның түрлі бөлімшелеріне түсіндіру болатын. Алайда бүгінгі біте қайнасқан әлемде ұйымдағы әр бөлімше тұтынушылармен қарым-қатынас орнатады. Жаңа ойлау әдісі компанияда қандай қызмет атқарсаң да, маркетингті түсініп, клиентке қарай бет бұруын қажет екенін айтады. Әр бөлімшеге өз жолымен жұмыс істеуге рұқсат бергеннен гөрі, фирмалар тұтынушыға арнап құндылық қалыптастыру мақсатында барлық бөлімшелерді өзара байланыстыруы керек. Маркетологтар сонымен қатар жеткізушілермен, өткізу арналарындағы серіктестермен және компанияның сыртындағы басқа да тұлғалармен серіктесуі керек. Маркетинг арналары дистрибьюторлардан, ритейлерлерден және компанияны клиенттермен байланыстыратын басқа да тұлғалардан құралады. Жеткізу тізбегі өңделмеген материалдардан бастап құрамдас бөліктерге, түпкілікті сатып алушыларға жеткізілетін қорытынды өнімдерге дейінгі ұзын арна. Жеткізу тізбегін басқару арқылы бүгінгі күні компаниялар жеткізу тізбегіне қатысатын барлық серіктестермен байланысын нығайтуда. Олар табысы тек өз қызметіне ғана байланысты емес екенін біледі. Тұтынушыны құндылықпен сәтті қамтамасыз ету бүкіл жеткізу тізбегінің бәсекелес тізбектерге қарағанда тиімдірек қызмет етуіне байланысты. Тұтынушылардан құндылық қайтарымын алу. 1. Бір сызбада көрсетілген маркетинг процесінің алғашқы 4 сатысында тұтынушы тарту, тұтынушы үшін жоғары деңгейдегі құндылық қалыптастырумен қамтамасыз ету арқылы олармен қарым-қатынас орнату тұрады. Қорытынды сатыға тұтынушыдан сатылым, нарықтағы үлес және пайда түрінде қайтарым алу жатады. Тұтынушы үшін жоғары деңгейдегі құндылық қалыптастыру арқылы фирма көбірек сатып алатын және ықыласты болатын қанағаттанған тұтынушыларға ие болады. Бұл өз кезегінде фирма үшін ұзақ уақыт жалғасатын көлемді қайтарымды білдіреді. Осы ретте тұтынушы үшін құндылық қалыптастырудан алынатын нәтижені, тұтынушы ықыласы және оларды ұстап қалу, нарық үлесі мен тұтынушы үлесі және клиент базасын талдаймыз. Тұтынушыны ықыласты етіп, ұстап қалу тұтынушымен жақсы қарым-қатынаста болу оны қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Қайтарымына қанағаттанған тұтынушы ықыластыға айналып, компания мен оның өнімдері туралы басқаларға айтады. Зерттеу қанағаттанған және қанағаттанбаған тұтынушы арасындағы ықыластың үлкен айырмашылығы бар екенін көрсетті. Тіпті азғантай ғана қанағаттанбаудың өзі ықыластың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан тұтынушымен қарым-қатынасты басқарудың мақсаты тұтынушыны қанағаттандырып қана қоймай, оны тәнті етуде жатыр. Тұтынушылардың ықыласын сақтау экономикалық жағынан тиімді. Ықыласты тұтынушылар қаражатты көп жұмсайды және ұзағырақ қалады. Зерттеу көрсеткендей, жаңа тұтынушы тартудан гөрі ескісін ұстап қалу 5 есе тиімді. Ал тұтынушының кері айналып шығып кетуі қымбатқа түсуі мүмкін. Клиенттен айырылу бір сатылымды жоғалтудан да қымбат. Бұл клиент өнімді басқаларға насихаттауы арқасында пайда болатын, тұрақты түрде сатып алатын барлық арналардан айырылу деген сөз. Тұтынушының өмірлік құндылығына классикалық мысалды қарастырайық. Коннектикут пен Нью-Йорктегі 4 супермаркеттен тұратын желіні басқаратын Стив Леонард көңілі толмаған тұтынушыны көрген сайын 50 000 табыстан айырылып қалдым дейді. Неліктен?
Себебі орташа клиент оның супермаркетінде аптасына $100 зат сатып алып, жылына 50 рет сауда жасауға келеді. Осы аймақта 10 жылдай тұрады. Бұл клиенттің көңілі толмай, басқа супермаркетке кетіп қалса, Стив Леонард 50 мың өмірлік табыстан айырылады. Көңілі толмаған клиент бұл әсері туралы басқа тұтынушыларға айтып, олар да супермаркетке келмей қалса, онда жоғалатын табыс бұдан да көбірек болма. Стив Леонард Disneyland of Dairy Stores, сүт дүкендері Диснейленді деп аталатын дүкенде костюм киген кейіпкерлер, жоспарланған ойын-сауықтар, зообақ және аниматрониктер бар әлем құрды. 1969 жылы қарапайым сүт сататын дүкеннен басталған Стив Леонард супермаркеттері жедел қарқынмен дамыды. Бастапқы дүкеніне қосымша 30 дүкен салып, қазір әр апта сайын 300 мыңнан астам тұтынушыға қызмет көрсетеді. Бұл супермаркеттің ықыласты сатып алушыларының көп болуы, дүкеннің клиентке асқан ыждағатпен қызмет көрсетуінің нәтижесі. Бір ереже, клиенттікі әрқашан дұрыс. Екі ереже, клиенттікі қате деп ойласаңыз, бір ережені қайта оқыңыз. Стив Леонард супермаркеті тұтынушының өмірлік құндылығын бағалайтын жалғыз компания емес. Мысалы, Lexus көңілі толған әрі ықыласты бір клиентінің тұтынушы өмірлік сатылымын $600,000, ал Starbucks клиенттерін $14,000 астам құнға бағалайды. 23 шын мәнінде компания белгілі бір транзакцияда ақшасынан айырылуы мүмкін болғанымен, ұзақ мерзімді қарым-қатынастан үлкен пайдаға кенелуі ықтимал. Бұл компаниялар тұтынушылармен қарым-қатынас орнатуы қажет екенін білдіреді. Клиенттің тәнті болуы брендпен эмоциялық деңгейде байланыс орнатуына ықпал етеді. Осы байланыс тұтынушыны қайта оралуға итермелейді. Тұтынушы үлесінің өсуі тұтынушыдан өмірлік құндылық алу үшін пайдалы клиенттерді ұстап тұрудан басқа, дұрыс тұтынушылармен қарым-қатынас менеджменті маркетологтарға өнім санаттарындағы тұтынушылардың сатып алу үлесін, тұтынушы үлесін арттыруға көмектеседі. Осылайша банктер әмиян үлесін арттырғысы келеді. Супермаркеттер мен мейрамханалар асқазан үлесін арттыруды мақсат етеді. Автокөлік компаниялары гараж үлесін, ал әуе компаниялары саяхаттау үлесін арттырғанды құп көреді. Клиенттер үлесін арттыру үшін фирма ағымдағы тұтынушыларына әртүрлі ұсыныстар жасайды. Немесе ағымдағы тұтынушыларына қосымша өнімдер мен қызметтерді сату үшін кешенді сату не қымбатырақ сату бағдарламаларын жасайды. Мысалы, Amazon әр тұтынушының бюджетіндегі үлесін арттыруда дүние жүзіндегі 304 миллион клиентімен қарым-қатынасын жоғары дәрежеде тиімді ұстанады. Amazon.com сайтына кірген тұтынушылар жоспарлағаннан да көбірек сатып алады, және Amazon солай болу үшін бар мүмкіндігін қолданады. Онлайн алпауыт сайт сауда жасау үшін мінсіз орын құру мақсатында өнімдер ассортиментін ұлғайтуда. Компания әр тұтынушының саудасы мен іздеу тарихына негізделіп, қызықтыратын ілеспе өнімдерді ұсынады. Осы ұсыныс жүйесі, сірә, барлық сатылымның 3/4 бөлігіне әсер етеді. Amazon компаниясының көрегендікпен ойластырылған Amazon Prime 2 күндік жеткізу бағдарламасы тұтынушы әмияндағы үлесін арттыруға көмектесті. Жылына 99 төлейтін Prime мүшелері сатып алған заттарын, мейлі ол кітап не 60 дюймдік теледидары болсын, 2 күннің ішінде алады. Бір эксперттің айтуынша, Amazon Prime тапсырыстарын 2 күнде алғанына тәнті болған кездейсоқ тұтынушыларды Amazonға құмар жандар қатарына қосады. Нәтижесінде 54 миллион Америка азаматы Amazon клиенттері ақш-та жасалатын сауданың жартысынан көбін осы сайтта тіркеліп жасайды. Орташа есеппен Prime бағдарламасына мүше клиент оған қатысы жоқ, тұтынушымен салыстырғанда осы сайтта 8 есе көп уақыт өткізеді. Клиент капиталын қалыптастыру енді біз тұтынушылардың сатып алуы ғана емес, оларды ұстап қалып, санын арттырудың маңызын көріп отырмыз. Компанияның құндылығы оның ағымдағы және болашақтағы клиенттерінің құндылығына байланысты. Тұтынушымен қарым-қатынасты басқару алысты аңғаратын көрегендікті қажет етеді. Компаниялар пайдалы тұтынушыларды өзіне тартып қана қоймай, оларға өмір бойы иелік етіп, олардың сауда жасау үлесінен көп бөлігін алып, тұтынушының өмірлік құндылығына айналғысы келеді. Клиент капиталы дегеніміз не? Тұтынушымен қарым-қатынасты басқарудың ең жоғарғы мақсаты клиент капиталын барынша ұлғайту. Клиент капиталы компанияның барлық ағымдағы және ықтимал тұтынушыларының өмірлік құндылығын қосқандағы жиынтығы. Осылайша бұл компанияның клиент капиталының болашақ құнының өлшемі. Фирманың пайда келетін тұтынушыларының ықыласы артқан сайын, оның клиент капиталы да артатыны анық.
Фирма өнімділігін өлшеу үшін оның ағымдағы сатуы мен нарықтағы үлесінен гөрі клиент капиталының көрсеткіші тиімді өлшем болады. Сату мен нарық үлесі өткенді көрсетсе, клиент капиталы болашақты айқындайды. Мысал ретінде, Cadillac автокөлігін қарастырайық. 1970-1980 жылдары Cadillac индустриядағы ең ықыласты клиенттерге ие болды. Сатып алушылардың тұтас бір буыны Cadillac атауына әлем стандарты деп анықтама берген. Элиталық автокөліктер нарығындағы Cadillac үлесі 1976 жылы 51-ға жетті және нарықтағы үлесі мен сатылымына қарап, брендтің болашағы керемет сияқты көрінді. Алайда клиент капиталының көрсеткіші көңіл көншітерлік болмады. Cadillac клиенттері қартайып, орташа жас 60, олардың орташа өмірлік құндылығы төмендей бастады. Cadillac сатып алғандардың көбі үшін бұл өміріндегі соңғы автокөлігі болатын. Осылайша Cadillac нарықтағы үлесі жақсы болғанымен, клиент капиталы ойлағандай болмады. BMW автокөлігімен салыстырып көрейік. Оның жас әрі қуатты имиджі нарықтағы үлесі үшін BMW компаниясымен алдыңғы таласында жеңіске жетуіне көмектесе алмады. Бұл BMW компаниясына тұтынушылардың жоғары өмірлік құндылығы бар жас тұтынушыларын, орташа жас шамамен 40 жеңіп алуға мүмкіндік берді. Нәтижесі, кейінгі жылдары BMW компаниясының нарықтағы үлесі мен пайдасы артты, ал Cadillac халі нашарлай түсті. 1980 жылдары BMW компаниясы Cadillac компаниясын басып озды. Соңғы жылдары Cadillac автокөлігін қайтадан айрықша, жоғары сапалы дизайны мен тұтынушылардың жас буынына бағыттап, Caddy көлігін барынша тартымды етуге тырысты. Жақында бренд өзінің ұстанымын BMW және Audi сияқтылармен салыстырғанда тартымды ететін қуат, өнімділік және дизайн тұрғысынан әлемнің жаңа стандарты деп таныстырды. Соңғы кезде шығарылған жарнамаға жас табысты азаматтар қатысып, тұтынушыларды батыл әрекет етуге және әлемді алға жетелеуге шақырды. Дегенмен соңғы 10 жылдықта люкс автокөліктер нарығында Cadillac үлесі өспей тұрып қалды. Осыдан түйер ой, маркетологтар тек ағымдағы сатылым мен нарықтағы үлесі туралы ғана ойламау керек. Мұндағы ең өзектісі тұтынушылардың өмірлік құндылығы мен клиент капиталы. Дұрыс тұтынушылармен дұрыс қарым-қатынас құру. Компаниялар клиент капиталын мұқият басқаруға тиіс. Олар тұтынушыларын басқаруға және барынша арттыруға болатын актив ретінде қарастыруы керек. Бірақ тұтынушылардың, тіпті ықыласты тұтынушылардың барлығы тиімді инвестиция салуға жарай бермейді. Таңғаларлығы, кейбір ықыласты тұтынушылар пайдасыз, ал кейбір ықыласты емес тұтынушылар пайда келуі мүмкін. Компания қай тұтынушыны тартып, ұстап қалуы керек. Компания тұтынушыларды ықтимал пайдалылығына сәйкес жіктеп, олармен қарым-қатынасты сәйкесінше басқарылады. 1,5 сызбада тұтынушылардың пайдалылығы мен болжамды ықыласына сәйкес 4 қарым-қатынас тобына жіктелген. Әр топ үшін қарым-қатынасты басқарудың түрлі стратегиясы қажет. Кездейсоқтардың ықтимал пайдалылығы төмен, әрі көрсететін ықыласы да аз. Компания ұсыныстары мен олардың қажеттіліктері өте төмен деңгейде сәйкес келеді. Бұл тұтынушыларға қолданылатын қарым-қатынасты басқару стратегиясы қарапайым, оларға инвестиция салмай, әр транзакциядан пайда түсіру. Көбелектердің пайдасы бар, бірақ оларға сенім артуға болмайды. Олардың қажеттіліктері компания ұсынысына сәйкес. Алайда олар көбелек сияқты, біраз уақыт болады да ұшып кетеді. Оған мысал ретінде, қор нарығындағы жиі және көп көлемде акция сататын инвесторларды келтіруге болады. Олар бір брокерлік компаниямен тұрақты қарым-қатынас құрудан гөрі тиімді ұсыныстарға ілескенді артық көреді. Көбелектерді ықыласты тұтынушыларға айналдыру әрекеттерінің сәтті болғандары сирек. Оның орнына компания көбелектер келген сәтті ұтымды пайдаланып, яғни олардың қажетін өтейтін әрі өзіне табыс әкелетін сауда жасап, көбелектер компанияның өнімін сатып алатын не қызметіне жүгінетін қысқа уақыт аралығында бизнес үшін барынша пайда алып қалуға тырысу керек. Одан кейін алға басып, олар келесі келгенше, оларға инвестиция салуды тоқтатуға қажет. Нағыз достар пайдалы әрі ықыласты. Олардың қажеттіліктері мен компания ұсыныстарының сәйкестігі жоғары. Фирма осы тұтынушыларды тәнті қылып, баурап, ұстап қалып және олардың санын арттыру үшін тұрақты инвестициялық қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Компаниялар нағыз достарын тұрақты түрде сауда жасап, компаниядан алған жақсы әсері мен тәжірибесі туралы жүрген жерінде айтып жүретін сенімді серігіне айналдырғысы келеді. Жабысқақтар ықыласы жоғары болғанымен өте аз пайда келеді. Олардың қажеттіліктері мен компания ұсыныстарының сәйкестігі шектеулі.
Оған мысал ретінде банктың ұсақ клиенттерін атауға болады. Олар банкке тұрақты түрде қаражат салып тұрғанымен, олардың шотын жүргізу шығынын толық жабатындай жеткілікті пайда келмейді. Кеменің сыртына жабысып алған бақалшықтар тәрізді, олар ешқайда кетпейді. Ең күрделісі де осы жабысқақтар. Компания оларға көбірек сатып, қызмет көрсеткен үшін алатын комиссиясын көтеріп, не қызмет көрсетуді шектеу арқылы пайдалылығын арттыра алады. Әйтсе де олардан пайда келмесе, қызмет көрсетудің керегі жоқ. Осы орайда түрлі тұтынушыларға қатысты тарту және қарым-қатынасты басқару стратегиясы да әртүрлі болғаны маңызды. Басты мақсат дұрыс тұтынушылармен дұрыс қарым-қатынас орнату. Құбылмалы маркетинг ортасы. Нарықта күн сайын маңызды өзгерістер орын алуда. Ат компаниясының бас директоры Ричард Лав өзгерістер қарқыны артқаны соншалық өзгере білу қабілеті бәсекелік артықшылыққа айналды деген болатын. Атақты Нью-Йорк Янкейс бейсбол командасының кетчері және менеджері Йоги Бера бұл үрдісті болашақ бұрынғы ойлағанымыздай болмайды деп тұжырымдаған. Нарық өзгерген сайын онда қызмет көрсететіндер де өзгеруі керек. Бұл бөлімде маркетинг құрылымын және маркетинг стратегиясын өзгертіп жатқан негізгі процестер мен күштерді, цифр дәуірі, құбылмалы экономикалық орта, коммерциялық емес маркетинг өсуі, жылдам жаһандану және тұрақты маркетинг практикасына шақыру сынды 5 негізгі даму тетігін қарастырамыз. Цифр дәуірі, онлайн, мобайл және әлеуметтік медиадағы маркетинг. Цифрлық технологияның шарықтауы адамдардың байланысу, ақпарат алмасу, іс-шараларға қатысу және сауда жасау жолдары жалпы алғанда өмір сүру стилін түбегейлі өзгертті. Әркім әр нәрсеге цифрлық түрде байланысқан ғаламдық орта, заттар интернеті дәуіріне қош келдіңіз. Әлем халқының 46, яғни 3 миллиардтан астам адам онлайн отырады, ал Америкадағы ересектердің 64-ында смартфон бар. Цифрлық технология болашақта одан сайын қарыштап дами бермек, сәйкесінше бұл көрсеткіште артады. Тұтынушылардың көбі цифрлық технологияға толықтай берілген. Мысалы, жүргізілген зерттеуге сәйкес, америкалықтардың 71 ұйықтағанда ұялы телефонын жанына қойып жатады, ал 3 телефонсыз ұйықтай алмайды. Соңғы бірнеше жыл ішінде ақш-та күніне әдеттегі теледидар көру уақытынан 4-5 сағат, цифрлық медиада отыру уақыты 5-25 сағат асып түсті. Бұл цифрлық және мобайл технологияға берілген тұтынушыны тартқысы келетін маркетолог үшін тиімді платформа. Интернет және цифрлық, әлеуметтік медиадағы маркетингті толық игеріп алғанына таңғалудың қажеті жоқ. Цифрлық және әлеуметтік медиадағы маркетинг 24, тұтынушыларды компьютері, смартфоны, планшеті, интернетке қосылған теледидары және басқа да цифрлық құрылғылары арқылы веб-сайттарға әлеуметтік медиа, мобайл жарнама мен қосымшалар, онлайн видео, электрондық пошта, блогтар және басқа да цифрлық платформаларды пайдаланып кез келген жерден кез келген уақытта тарту. Бүгінде әр компания тұтынушыға оның мәселелерін шешіп беретін және сауда жасауға көмектесетін веб-сайт, ақпарат беруші Twitter пен Facebook парақшасы, YouTube арнасындағы вирал жарнама мен видео, мультимедиялық электрондық хаттар мен мобайл қосымшалары арқылы қол жеткізіп жатқандай көрінеді. Ең алдымен маркетологтар ақпаратпен қамтамасыз ететін компания және бренд веб-сайтын құрып, компанияның өнімдерін ілгерілетеді. Сонымен қатар көп компания брендтелген қауымдастық сайттарын құрады. Бұл жерде тұтынушылар брендпен байланысты қызығушылықтар мен ақпаратты жинап әрі бөлісе алады. Мысалы, Петка қауымдастығының сайтында үйде жануарлар ұстайтын адамдар ит, үру, мысық, мияулау, балық, шолпылдату, құс, шиқылдау, жылан, ысылдау сияқты әр жануардың шығаратын дыбысына байланысты аталатын блоктар мен талқылау тақталарында байланыс орнатып, ақпарат бөлісіп үйрене алады. Sony компаниясының PlayStation форумдар сайты PlayStation 4 ойыншыларына әлеуметтік хаб ретінде қызмет көрсетеді. Бұл жерде жанкүйерлер PS4 туралы әлеуметтік медиадағы посттарды оқып, ең соңғы PS4 видеороликтерін тамашалап, қай PS4 ойындары әлеуметтік медиада атақты екенін біліп, контент бөлісіп және тікелей эфирде басқа да жанкүйерлермен хабарласа алады. Бренд веб-сайттармен қоса компаниялардың көбі әлеуметтік және мобайл медианы өз маркетинг миксіне біріктіруде. Әлеуметтік медиадағы маркетинг брендтің Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Snapchat, Pinterest, LinkedIn немесе басқа да әлеуметтік медиадағы парақшаларына сілтеме жасамайтын веб-сайт немесе дәстүрлі медиадағы жарнама табу қиын.
Әлеуметтік медиа тұтынушылармен өзара әрекеттесуді жақсартып, кеңінен тартуға және адамдардың брендті талқылауына керемет мүмкіндіктер береді. Кейбір әлеуметтік медиа шынымен алпауыт, мысалы, Facebook желісінде ай сайын белсенді 59 миллион адам отырады. Instagram айына белсенді болатын 400 миллион қолданушы, Twitter 315 миллион, Google 300 миллионнан, Pinterest 100 миллионнан астам қолданушы тартады. Reddit әлеуметтік жаңалықтардың жаңа онлайн қауымдастығына ай сайын 185 елден 234 миллион бірегей қолданушы кіреді. Онлайн Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google және мобайл сайттарда кеңес, іс-шаралар және тілектестік бөлісетін 20 миллионнан астам ана қатысатын онлайн қауымдастық, Кэпман сияқты шағын әлеуметтік медиа сайттары да дамуда. Құмарпаз құсбегілерге арналған Birdpost.com немесе тоқымашыларға арналған Ravelry.com сияқты шағын сайттарда белсенді аудитория тарталады. Онлайн әлеуметтік медиа жұрт өзара байланыс орнататын және өміріндегі маңызды ақпарат пен сәттерді ортаға салатын цифрлық үй ұсынды. Нәтижесінде олар маркетологтарды реал-тайм маркетингке, өлтімім арналған таптырмас платформамен қамтамасыз етіп, яғни реал-таймда маңызды танымал тақырыптарға, әлемде болып жатқан оқиғаларға, жағдайларға, жеке басының оқиғаларына немесе тұтынушылар өміріндегі маңызды оқиғаларды брендтермен байланыстыру арқылы тұтынушы тартуға мүмкіндік береді. Реал маркетинг айдарындағы 1,2 мысалды қараңыз. Әлеуметтік медианы пайдалану, Facebook парақшасында лайк жинау, Twitter желісінде месседжіңді көп бөлісу, не YouTube арнасына видео жариялау үшін конкурс, не өнімді ілгерілету сияқты қарапайым шараларды қамтуы мүмкін. Бірақ қазіргі таңда ірі ұйымдар мұқият интеграцияланған әлеуметтік медиа платформаларын жиі пайдаланады. Мысалы, NASA ғарыш агенттігі ғарышты зерттеушілердің болашақ ұрпағына адам аяғы баспаған жерге тайсалмай бару миссиясын үйрету мақсатында түрлі әлеуметтік медианы пайдаланады. Жалпы алғанда, NASA агенттігінің түрлі тақырыптар мен цифрлық платформаларды қамтитын 480-нен астам әлеуметтік медиа аккаунты бар. Агенттіктің Facebook парақшасында 14 миллион, Twitter парақшасында 14,5 миллион, Instagram парақшасында 8 миллион қолданушысы және YouTube арнасында 76 мың жазылушысы бар. NASA-ның ең ірі компаниясы әлеуметтік медиада адамдарды Марс не астероид сияқты алыс ғарыштық мекендерге жеткізетін Orion'ның сынақ ғарыш кемесіне қолдау көрсетті. Ауқымды кампания аясында YouTube арнасына салынған Star Trek және The Incredible Hulk сияқты классикалық, ғылыми-фантастикалық телешоулардың актерлері ойнаған I'm on board, мен кемедемін атты видео топтамасы кірді. Тіпті Sesame Street шоуының қуыршағы Элмода мен кемедемін компаниясына қолдау көрсетіп, отырғызу талонын ұстап, астронавтармен әңгімелесіп, Sesame Street Twitter парақшасында және басқа цифрлық платформаларда фактілер мен ақпаратты орналастырды. Компания әлеуметтік медиа қолданушыларына ғарыш кемесіндегі микрочипте өз есімін орналастыру мүмкіндігін ұсынды. Нәтижесінде оған миллионнан астам адам жазылды. Ұшу кезінде NASA агенттігінің әлеуметтік медиа командасы Twitter, Facebook және Instagram парақшаларында пост жариялау арқылы қоғамдық кездесу өткізді. Жалпы алғанда, бұл жаңа NASA. Бір кездері жұрт NASA оқиғаларын көгілдір экран алдына жиналып тамашалайтын. Олар енді олай істемей. Енді агенттік жанкүйерлерімен тікелей әлеуметтік медиа арқылы байланыса алады. NASA агенттігінің әлеуметтік медиа менеджері, ғарышкерге сұрақ қоя аласыз. Бұрындары болмаған тәсілді пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз.
Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес.
Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз.
Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Пайдаланып, оқиғаның бір кейіпкеріне айнала аласыз. Бұл бір кездері әкелеріміз бен аталарымыз білетін агенттік емес. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет. Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, сізге жақсылық тілейміз.